Мына тәуекел мен сабырдың арасында Алла сені қамшылайды. Қысқа кішкентай бір қателіктерге, сынақтарға салып қойып сені шыңдайды Алла. Сен ол кезде ренжіме, бірақ неге менде проблема болып жатыр, неге менің жолым болмайды? Жоқ, сен Алла шыңдап жатыр қазір. Өйткені сен қазір кішкене қатемен дайындап мынаған алып бармаса, сен мынаған барған кезде оңбай құлайсың, бірақ мүлдем өз өмірің бағытың өзгеріп кетуі мүмкін да. Сол үшін Алла мейірімді ғой, Алла мүлік Алланікі, Алла пендесін былай қателікке жібере салмайды. Алла қызғанады пендесін. Оны Расулаллах айтқан. Сол себепті Алла Тағала сен ниетіңе қарай саған жолыңды нұсқап отырады. Қателіктерді әдейі сен Алла шыңдап отырады сені. Кез келген қателікте өрді үлкен адамға беретін байлық бар ол жерде. Кез келген қателікте. Негізінде проблема деген жаман нәрсе емес. Кез келген салада проблемалар болу керек. Салаңда проблема болмайтын сен қорқып онда. Что-то менде кеше ғана бастадым, нормально кетіп барадым деді. Қарайым, скор салып жатырмын. Сен байқа бір күн жаман қоясың, бірақ өткен не? Сен ана неден өткен жоқсың әлі. Вот өз жерде қорқсаң болады. Салаңда проблема басталды ма, сен біл, міне, мені уже емдейтін, адам ауырған кезде дәрі емдейді ғой адамды, ащы дәрі. Білесің, балаға қазір неприятно адам. Ну, балам аузына бір ішкізу керек дәріні. Жазылу үшін да. Сол сияқты Алла Тағала сондай сынақтарымен кәсіптегі адамдарды сынайды.